Сәлеметсіздер ма? Сахарға прямой отзыв айтайын мен. Мен 15 жыл болды сахарный диабетпен. Ішпеген затым жоқ. Ошо қай компанияда не шығады дейді, соны аламын да ішем. Мен осы жантақты ішкелі бір 15 күндей болды. Сахарым бір стабильно 8-ге шейін, 10-ға шейін, ары кетсе 10-ға шейін тұрады. Мен бір қазір кәмпит те жеп жүрмін. Неше түрлі печенье де жеймін. Көтерілмейді, негізі бар ғой, бұл өнімнің бар ғой, нелігі өте жақсы екен. Адамға действиет еткені өте жақсы. Мен айтам, результат бар менде, мысалы. Мен өз содан айта аламын. Смело алуға болады. Сахар үшін бар ғой. Сахарды мен өзім ішіп отырмын. Мен тем более мен таңертең олға 5-те тұрғанда, ең бірінші тұрған бетте 8 каплядан тілімнің астына тамызам, болды, бітті. Сол кешке шейін маған жеткілікті. Мен үйге сол бір-ақ күнде бір-ақ рет қана тамызып жүрмін. 2 рет тамызғанға білмеймін енді оны. Қалай нетенім. Таңертең анау ионнан, жантақтың ионынан 8 капля, одан кейін анау лецитиннан 8 капля тамызам, болды. Басқа осы тамызып жүргенім осы, өйткені организм жайлап үйренсін деймін да. Сразу острый период нетпеймін да, жай-жайдан тамызып, сол сейлиден жетеді. Жантақтың ионовый серовромет, соны шымда соңғай лецитин алдым, сол екеуін ішіп жатырмын. Смело айтуға болады, мен мысалы қазір бар ғой, бұрын тәтті жесем, печенье жесем де көтеріліп кететін да. Не сұмдық болды деп мен түк жей алмайтын. Қазір мен печенье де жеймін, кәмпитті де жеймін. Өйткені адамбыз ғой енді, жегін келеді, неткін келеді. Үні бойы диета деп отыра алмайсың ғой. Келін не дайындайды, соны ішесің. Мысалы, қарасың, мен келінмен тұрам 15 жыл болды. Келінмен тұрам, келін не дайындайды, соны ішесің. Сенің соның кухнясы болғаннан кейін сен бет алдын етпейсің ғой. Өзіме маған диабет едім, маған соны ғана ішеміз. Олдайды ішпеймін деп айтуға ауыз жоқ. Содан соның не берген, соның бәрін ішем, соны ішіп жатырмын. Мысалы, мен бүгін таңертең жұмысқа келген бетте өлшедім. Өйткені кеше мен торт жегем. Өйткені жұмыста біреудің туған күні болды да, серімді соны өлшесем де, 10